Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының күшеюі. Зерттеу сұрағы. Не себепті Қадырғали Жалайыр, Жәнібек ханның ұлдарының арасында аса белгілі болғаны Қасым хан еді, деп жазды. Бұл сабақта Қасым ханның шығу тегін анықтаймыз. Қасым хан билік құрған тұстағы қазақ хандығының аймағын білеміз. Қасым ханның қасқа жолы аталған реформаның мән мағынасын түсінеміз. Қазақ хандығын бұрындық хан басқарған кезеңде Қасым өте беделді сұлтандардың бірі болған. Бұрындық ханның қыстауы сыр бойында болғанда Қасым одан едәуір қашықтықтағы Балқаш, Қаратал маңынан қоныстанады. Осы жақтан Қасым сұлтан шығыс дешті Қыпшаққа жорықтар ұйымдастырды. Ал батыста маңғыттармен келісімге келіп, Жайық өзеніне дейінгі аймақтарды өзіне қаратып, Сарайшық қаласын басып алды. Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани мен Қасым алғашқыда ымыраға келуге тырысады. Сондықтан Мұхаммед Шайбани Мәуереннахрға жорық жасағанда оған әскери көмекте көрсетті. Алайда атасының өзбек ұлысы аталған бір тұтас хандығын талқандап, одан бөлініп кеткен қазақтарға Мұхаммед Шайбани жаулық көзқараста болды. 1503 жылы Шайбани оңтүстіктегі қазақтарға қарайтын Ташкент қаласын басып алады. Осы жылдары қазақтардың Түркістан аймағына басып кірулері Мұхаммед Шайбанидың Қасымға жаулық ниетін күшейте түсті. 1509 жылға дейін ол 3 рет үлкен жорық ұйымдастырып, қазақтарды күйзеліске ұшыратты. Келесі жылдың басында Мұхаммед Шайбанидың өзі бастаған өзбектер әскері Ұлытау етегіндегі Қасым сұлтанның қысқы қонысына басып кірді. Қасым әскер жинап үлгере алмай, Ұлытау шоқыларына шегініп кетті. Тастап шыққан орасына жеңісті тойлап жатқан Шайбанидың қолбасыларына Қасым қайтадан тұтқиылдан шабуыл жасап, оларды жеңіліске ұшыратты. Жау әскерінің барлық қару-жарағы Қасымның қолына түсті. Осы жеңілістен кейін Мұхаммед Шайбани шұғыл жиналып, өзінің астанасына дейін қашты. Мұны пайдаланған Қасым сыр бойындағы қалаларды өзіне қаратуға кірісті. Ол оңтүстіктегі ең шеткі қала Сайрамға дейін барды. Қазақтар жаппай Қасымға ілесті. Беделден айырылған қазақ ханы бұрындық тақты тастап, Самарқандтағы қызының қолына кетіп қалды. Сондықтан да Түркістан аймағының билеушілері және жошылық сұлтандар 1511 жылы Қасымды ақ киізге отырғызып хан көтерді. Қасым хан сайланған соң Ташкентті өзіне қаратып алуға әрекеттенді. Алайда Ташкент түбіндегі шайқаста аңдаусызда Қасым хан мертігіп, Сайрамға қарай шегінуге мәжбүр болды. Қасым хан көрші елдермен бейбіт дипломатиялық қарым-қатынастарды орнықтыруға күш салды. Ол Мәскеу патшасы 3 Василиймен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатты. Бұл тұста қазақ хандығы деп аталатын мемлекет бар екендігін Еуропа жұрты естіп білді. Өзіне ноғай маңғыттардың көп бөлігін қаратып, олармен құда жекжатты қатынастарды жолға қойды. Заманы аумалы төкпелі болса да, Қасым хан қазақ мемлекетін нығайтуға күш салды. Бұл маңызды. Қасым ханның реформасы Қасым ханның қасқа жолы деген атпен белгілі. Бұл заңдар топтамасы Құдай жалғыз, хан жалғыз деген басқару ұстанымын басшылыққа алды. Қасым ханның мақсаты бір орталыққа шоғырланған мемлекеттік басқаруды енгізу болды. Зор беделінің арқасында күшті билікке қол жеткізген Қасым хан қазақ мемлекетінің солтүстіктегі және солтүстік батыстағы шекарасын қазіргі Қазақстан аумағына сәйкес келетін көлемге жеткізді. Батыста қазақ жері Жайық өзеніне дейін созылса, ал оңтүстікте Сырдың оң жағын және Ташкент аймағына дейінгі өлкелерді өзіне қосып алды. Өмірінің соңғы жылдарында Жайықтағы Сарайшықты жайлаған Қасым хан 1518 жылы, кейбір деректерде 1523 жылы қайтыс болып, сонда жерленді. Топпен жұмыс жасап көрейік. Төменде берілген Қасым хан туралы тарихи құжаттардан келтірілген үзінділерді пайдалана отырып, Қасым ханның тарихи келбетін сипатта. Біліміңді шыңда. Қасым ханның қазақтар арасында неліктен аса бадалды болғанын анықта. Қасым хан билік жасаған тұстағы қазақ хандығының аймағын картаға қарап, дәптеріңе сал.